Миллионер бала ертегісі. Ертеде бір ауылда Арман есімді ақылды және еңбекқор бала өмір сүріпті. Ол кішкентайынан ата-анасынан ақша үнемдеуді, дұрыс жұмсауды және санауды көбейтуді үйренген екен. Байлықтың бастауы. Бір күні Арманға әкесі 10 тиын беріпті. Бұл ақшаны қалай пайдаланатыныңды өзің шеш, бірақ есіңде болсын, ақылды адам ақшаны көбейте алады, дейді. Арман бұл сөзді есінде сақтап, ақшаны босқа жұмсамауды ұйғарды. Ол ауылдастарының не нәрсеге мұқтаж екенін ойлап, шешім қабылдайды. Алғашқы бизнес. Арман базардан 10 тиынына бір қап ұн сатып алады да, оны анасына апарып, бауырсақ пісіруді өтінеді. Асықпай, дәмді піскен бауырсақтарды ауылдастарына сатып, 20 тиын табады. Бұл табыс оған шабыт береді. Ол ақша жинап, енді қымыз сатып алуды бастайды. Жазда шөлдеген жолаушыларға қымыз ұсынып, одан да көп табыс табады. Ақылды инвестиция. Бірнеше ай ішінде Арман ақшасын көбейтіп, үлкен пайда көреді. Ол табысты қайтадан саудаға салып, ауылдан шағын дүкен ашады. Дүкенінде адамдарға ең қажетті тауарларды сатып, барған сайын байи түседі. Миллионерге айналу. Көп жылдар бойы Арман табысын үнемдеп, ақшасын пайдалы істерге жұмсап, ірі кәсіпкерге айналады. Енді ол ауылға мектеп, аурухана, ойын алаңдарын салып, өз байлығын елдің игілігіне арнайды. Арман ақшаны үнемдеп, дұрыс жұмсауды, инвестициялауды білгеннің нәтижесінде миллионер атанды. Ақылмен әрекет етіп, қаржылық сауаттылығын арттырып, ақшаны дұрыс басқару өнерін меңгеріп, жас миллионер Арман атанады. Егер сендер де қаржылық сауаттылықты жақсы үйренсеңдер, болашақта үлкен жетістікке Арман сияқты жетесіңдер.